Мен номер 85-ші жалпы білім беретін мектептің 11-ші А сынып оқушысы Серік Бәдемас. Ахмет Байтұрсынұлы дәуірдің дара тұлғасы. Қазақтың көрнекті ақыны, әдебиетті зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы. 1872 жылы 5-ші қыркүйекте Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытөбе ауылында дүниеге келген. Ахмет Байтұрсынұлының мемлекет қайраткері ретінде қазақ тілі білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін қалаушы ғалым, ұлттық жазудың реформатор, ағартушы ретінде елге сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліпбиінің алғашқы авторы. Ол тіл құрал, оқу құрал, тіл жұмсар атты еңбектері жазған. Ол әдістемелер әлі де қолданылып келуде. 1913 жылы Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Мырзақып Дулатұлы бірігіп, қазақ зиялыларының рұқсатымен Орынбор қаласында жалпы ұлттық қазақ газетін шығарды. Ұлт ұстазы атанған ғалым араб, парсы, жапон және орыс тілін меңгеріп, көркем аудармашы саласында үлкен еңбек сіңірді. Ол орыс классиктерінің шығармаларын қазақшаға аударған. Туған халқына қызмет етуге бар ғұмырын арнаған ойшыл ақын өз дәуірінің сәулелі жұлдызына айналды. Ұлы тұлғаның халыққа сіңірген еңбегін бағалап, мол-мұрасын зерделеу бүгінгі ұрпақтың қасиетті парызы. Қазақстан халқының тілдер күні мерекесіне орай ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығына арналған «Тілге құрмет, елге құрмет» атты челленджді 10-ші сыныпқа жолдаймын.